Әлеуметтік желі заман айнасы. Ол алысты жақын етіп, ақпаратты әп-сәтте жеткізеді. Білім таусылмас қазына десек, сол қазынаның бір кілті бүгінде әлеуметтік желіде тұр. Дұрыс қолданған адамға ол көмекші, үйретуші, байланыстырушы құрал. Бірақ артық не дерт деген бар. Уақытты ұрлап, адамды тәуелдетіп қоятын тұсы да бар. Жалған ақпарат тұман, ал кибербуллинг жүрекке түскен жара. Шынайы өмірден алып тастау, экранға байлану ең үлкен қауіптің бірі. Сондықтан әлеуметтік желі 200-ді қылыш. Бәрі мөлшермен жасалады. Уақытыңды бағалап саналы қолдансаң пайда, бақылаусыз қолдансаң зиян. Достар, бүгін ультра-мега селфи. 1000 лайк жинамасам, атым Аружан емес. Лайк жинайым деп, өзің жинап жүрме, ей. Уайымдама, менде селфи инстинкт бар. Мына жерде фон керемет. Тоқта, артың баспалдақ қой. Ештеңе етпейді, мен камераға қараймын ғой. Пип-пип, қауіпті селфи анықталды. Мынау кім тағы? Мен қауіпсіздік Wi-Fi-ы. Қосылмасаң желі емес, желіге ілініп қаласың. Дұрыс айтады. Лайк емес, лайф маңызды. Селфи жасамас бұрын 5 секунд. Мына 5 сұрақ. Артымда не бар? Жанымда не бар? Қайда тұрым? Не телефон түссе ше? Бұл селфи пайда ма? Қауіп пе? Ал мынау көлік жанында стиль селфи. Ереже, жолда селфи жоқ. Қауіпсіз жерге шық, жүргізушінің назарын бөлме. Иә, селфи 1 секунд өкініш мәңгі болуы мүмкін. Жарайды. Сториске үйде жалғызмын деп салам. Дабыл. Мұны салма. Геолокацияны өшір. Достар, қауіпсіз селфи челлендж. Ереже, қауіпсіз орын 5 секунд чек, геолокация офф. Лайк көп болсын, бірақ қауіп аз болсын. Кеттік енді нормальный селфи. Қабырға фоны, жарық жақсы. О, мынау да керемет қой. Лайк осылайда келеді екен ғой.